Қайрат Құлбеков орта мектебінің 11-ші А сынып оқушысымын. Бүгінгі менің ғылыми жобам 3D принтер арқылы шығарылған сфералардың көмегімен су қоймаларында тұщы суды сақтау. Бүгінгі 3D принтер арқылы шығарылған сфералар, бұл мынандай сфера бар. Бұның жарты бөлшектері біздің мемлекет басшысы Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың Қазақстан халқына деген 1 қыркүйек күні өткен жолдауында былай деп айтып өтілген: ел экономикасын тұрақты дамытуға су тапшылығы қатты кедергі болып отыр. Қазіргі ұлттық қауіпсіздік мәселесіне айналды. Сырттан келетін су азайып барады. Сол судың өзін тиімсіз пайдалану жағдайы одан әрі ушықтыруда. Судың 40%-і құмға сіңіп жатыр. Бұл салада басқа да түйткілдер аз емес. Атап айтқанда, инфрақұрылым әбден тозған. Мен бұл жобаның жолдауында түсіндіргісі келгені, яғни өте ыстық жақтарда, ол яғни оңтүстік жақтарды мен алатын боламын. Оңтүстік жақтарда күннің ыстығынан арнайы су қоймаларында су өте буланып, яғни жоқ болып кетуге де айтуға да болады. Бұның алдын алу менің жобама өте сәйкес келеді. Жобамда бұл 3D сфераларын, 3D принтермен жасалған сфераларды алатын болсақ, бұл шелекте, яғни бұл шелектің ішінде су бар. Бұл шелектің ішіндегі су қоймасы деп алайық. Арнайы осындай 3D сфераларын бұл су қоймасына жібердік. Арнайы су қоймаларына жібердік деп санайық. Бұл жерде арнайы осындай нелер болады, шел болады. Бұл шелдің мағынасы неде? Яғни қазір күн сәулесі түскен кезде, бұл жерлерде, яғни күн сәулесі, күн ыстық болған кезде, бұл суларды үстіге буландырып алып кетпейді. Яғни даже жерге сіңіп кетпейді. Ал сіздерде сұрақ туындауы мүмкін, бұл жер ішіндегі жәндіктерде өліп кетуі мүмкін ба деп. Жоқ, бұл жерден ешқандай зияны жоқ. Яғни арнайы мына жерде шелдің арқасында бұл жәндіктер өз тіршілігін жасайды. 3D принтер арқылы шығарылған сфералардың көмегімен су қоймаларында тұщы суды сақтауды жүзеге асыру. Жұмысты орындау барысында оқушылардың зияткерлік, шығармашылық және техникалық қабілеттеріне дамуына ықпал ету. Зерттеу жұмысының өзектілігін айтатын болсақ, ұсынылған жобаның практикалық маңызы зор. Өйткені су қоймаларында тұщы суды сақтау және үнемдеу технологиясын жүзеге асыру бүгінгі күннің өзекті мәселесі болып табылады. Мемлекет басшысы бұл мәселелерді шешу үшін үкімет жанындағы су кеңесінің жұмысымен жандандыру қажетті білімді сарапшыларды жұмысқа тарту керек. Су саласын дамытудың 3 жылдық жобасын әзірлеу керек деген тапсырма берілді. Қасым-Жомарт Тоқаевтың бұйрығымен бұл өзекті мәселені қолға алу керек деп бұйырған болатын. Сонымен осы Қасым-Жомарт Тоқаевтың ойымен мен андай 3D сфераларды жасап шыққан болатын. Бұл өте пайдасы тигізеді деп ойлаймын. Келесі бізді қаржыландыру жағына келетін болсақ, қаржыландыру жағында пластмастан жасалған бұйымдарды құюға арналған қол машинасы 700 мың теңгені құрайды. Пластик гранулары 300 мың теңгені, ноутбук 350 мың теңгені құрайды. Жалпы сома 1 миллион 350 мың теңгені құрайды. Назарға